Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге пайдалы арна. Күнделікті пайдаланып жүрген бананның пайдасы жайында айтатын боламыз. Банан қабығы бананның өзінде болмаса да көп қажетке жарайтын пайдалы жақтары көп. Сол себепті оны қоқысқа тастамас бұрын нендей мақсатта пайдалануға болатынын біле жүріңіз. Аяқ киіміне таптырмас крем. Аяқ киіміңізді банан қабығымен ысқылап, артынан құрғақ шүберекпен сүртіп тастасаңыз, аяқ киіміңіз ине жіптен енді шыққандай жалтырап шыға келеді. Теріңізді күтуге таптырмас құрал. Банан қабығы терісі құрғақ және секпілі бар адамдарға да пайдалы. Күніне 2 рет банан қабығымен сүртіп отырса, нәтижелі, көп күттірмейді. Сонымен қатар банан қабығын жерге тастасаңыз, өсімдіктерге таптырмас тыңайтқыш болады. Банан қабығынан әдетте қышқыл әрі ащы болып келетін сірке суының дәмі өзгешеленіп тұрады. Бананнан сірке су дайындауға болады, яғни тәтті сірке суын алуға болады, оны салатқа қосуға болады және су мен шайдың хош иісін арттыру үшін пайдалануға болады. Тісіңізді ағартуға таптырмас құрал. Тісті ағарту үшін банан қабығының ішкі жағымен тісті ысқылау керек. Сонымен қатар қышыған жерді басады. Маса немесе бүрге шаққан жеріңіз қатты қышып қоймаса, банан қабығымен ысқыласаңыз қояды. Тікенге қарсы құрал. Тікен кірге жерге банан қабығын қойсаңыз, тікен терінің үстіңгі жағына қарай тартылады, артынан суырып тастай саласыз. Сонымен қатар күйеге қарсы құрал. Киімнің жауы болып табылатын күйеден құтылғыңыз келсе, банан қабығын қойсаңыз, күйе жоламайтын болады. Бөртпе, ұшық, безеуге қарсы құрал. Бетіңізде көркіңізге көлеңке түсіретін безеу, бөртпе пайда болса, банан қабығымен сүртіңіз. Алайда онымен артынан бетіңізді тұтас сүртіп жүрмеңіз, нәтижесі көп күттірмейді. Банан әлемдегі таптырмас, ешқандай аллергия бермейтін жемістердің бірі, және де ол сонымен қатар салмақ тастауға да көмектеседі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Менің каналыма қолдау білдіріп, лайк қойып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар. Келесіде менен қандай видео күтесіздер? Комментарийға жазып қалдырыңыздар.